Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгін біз қазақтың батыр қызы, жау аузында түнгі мыстан атанған Хиуаз Доспан туралы айтатын боламыз. Хиуаз Қайыр қызы Доспанова 1922 жылы мамырдың 15-і Ганюшкин ауылында, қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Әкесі Қайыр балықшы, анасы Меруерт мұғалім болып еңбек еткен. Бай ұлы тайпасы Масқар руынан шыққан. Хиуаз Астрахандағы балық кәсіпшілігімен айналысқан жұмысшы отбасынан шыққан. Ол кісінің кезінде Мәншүк Мәметовамен бір көшеде тұрып, көрші болғанының өзі өмірінің естен кетпес бір сәтті іспеттес. Есімдері тарихта мәңгі қалатын бір көшенің батыр қыздарының мінездерінде де ұқсастық бар. Алғырлық, қайсарлық, адалдық екеуіне ортақ қасиет. Мектеп қабырғасын үздік бағамен тәмамдаған талдырмаш жас қыз ұшқыш болуды армандайды. Мектеп бітіргеннен кейін Хиуаз Мәскеуге оқуға кетті. Бірінші ол Жуковский атындағы әскери әуелік академиясына құжат тапсырды. Бірақ оны қабылдамағандықтан Хиуаз бірінші Мәскеулік медицина институтына түсті. Бірінші курс бітірген соң 1941 жылдың жаз айында Хиуаз демалысқа Қазақстанға кетіп бара жатқан кезінде соғыс басталды. Мәскеуде қалуға тура келді. Көп ұзамай Хиуаз әйелдерге арналған жаңа полк ашылғанын білді. Әйел авиа бөлімшесінің құрастыруына рұқсат алған даңқты ұшқыш Марина Роскова болды. Хиуаз Доспанова собеседованиеға барып, одан өтті. Оның қызметтестері Катяны, яғни Хиуазды осылай атаған. Өте көңілді, аңқау, романтикалық қыз, қыпша белді, аяғының 33-ші өлшемімен болғандығын еске алатын. Авиаполктегі адам саны 115 адам. Қыздардың жасы бар болғаны 17-ден 22 жас аралығында еді. Арада көп уақыт өтпей Хиуаз Доспанова алғашқы операцияға қатысады. Арада ширек ғасырдан астам уақыт өтсе де, алғашқы әскери операцияға барғаным көз алдында кеше ғана болғандай сайрап тұр, дейді Хиуаз апай. Даланы түн қараңғылығы жайлаған кез. Алдымен жарық бергіш бомба тастапты. Себебі жау әскері мен техникасының қай жерде орналасқанын анықтап алу қажет болған. Сол сәт айнала жап-жарық болып кетеді. Звено командирі Пескова мен Хиуаз Доспанова бұйрық түсісімен жаудың аты сиясын бомбалай бастайды. Қашанда сақ отыратын жау әскері естерін жинап та үлгермепті. Неше мәрте бомбалап, даланың астынан кестені шығып жатқанда ұшқыш қыздар аққан жұлдыздай көзден ғайып болады. Алғашқы әскери тапсырманы осылай сәтті орындаған қос қыз жан-жақтан қаумалап алған майдандастарының қошеметіне емес, өздерінің осындай маңызды іске дайын екендіктерін сезініп қуанғанды. Өрімдей жас қыздың қайсарлығына тәнті болған атақты ұшқыш әйел Марина Роскова сол кезде ақ оған зор үміт артқан екен. Жаумен аспандағы шайқаста 300 рет болып қайтқан Хиуаз ұшақтан 14 мәрте құлапты. 4 мәрте ауыр жарақат алған. Бірінші жарақатты Доспанова Кавказдағы шайқаста алса, екінші ауыр жарақатын 1943 жылдың 1 сәуірінде алды. Ұшқыш Раиса Аронова өзінің түнгі мыстандар атты кітабында еске алатыны, емнен кейін Хиуаз полкке қайтып оралды. Бірақ ұшаққа өзі отыра алмады. Тек құрбыларының көмегімен кабинаға отыратын. Ұшып болған соң өз бетімен ұшақтан шыға алмайтын болғандықтан жауынгерлік көлікте түнейтін. Бірақ бұған қарамастан Хиуаз Доспанова өзінің полкымен бірге Германияға да ұшты. Кубань, Тамань, Новороссийск, Крым, Белоруссия, Польша егемендіктеріне қатысты. Жаумен шайқаста асқан ерлік көрсете білді. Майдандағы ерлігі үшін ол Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған. Ал төсіндегі еңбек қызыл ту ордені соғыстан кейінгі жылдардағы елеулі еңбегінің жемісі. Хиуаз көптеген марапаттар алғанымен Совет одағының қаһарманы атағын алмады. Мүмкін тірі қалғандықтан болар. Хиуаз Оралға 1945 жылы 23 жасында 2-ші топтағы мүгедек болып оралды. Ол енді ұшпады. Авиация, соғыс артта қалды. Оқу медицина саласында жалғастырғысы келді. Бірақ оған партиялық қызмет ұсынды. Хиуаз Алматыдағы жоғарғы партиялық оқу орнына түсіп, өзінің болашақ жолдасы Шаку Амировпен танысты. Екі ұл баласы еді.
бірақ кіші баласы 2 жасында қайтыс болды. Хиуаз Доспанова сол кездің өзінде теңдессіз ерлігі үшін қанатты қыз атанған еді. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Хиуаз Доспанова олардың есімдерін тек Қазақстан ғана емес, кезіндегі КСРО халықтары да жақсы біледі. Доспановаға елбасының жарлығымен халық қаһарманы атағы берілген болатын. 2008 жылы мамырдың 21-і Алматы қаласында 86 жасында дүниеден озды. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, жаңадан шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басыңыз. Аман сау болыңыздар.